Мектеп балаларды бүлдіршін кезінен бастап есейіп ержеткенге дейін білім нәрімен сусындататын алтын орда. Мектепте өткен уақыт адам өміріндегі шаттыққа толы кездері болып табылады. Мектеп жас ұрпақтың нәр алатын бастауы болса, мұғалім тәуелсіздікке тірек болар сол бастаудың басты тұлғасы. Бүгінгідей зымыраған уақыт көшіне ілесу, кез келген ортада бәсекеге қабілетті болу, білім мен ғылым жетістіктерін меңгермей мүмкін емес. Рухани, өрісі биік, ұлттық құндылықтарды ұлықтай білетін азамат тәрбиелеу ұстаздардың, яғни біздердің қолымызда. Мен Байболова Алмагүл Нұралықызы Қаратаудың бөктерінде орналасқан осындай мерейлі мектептердің бірі де бірегейі Дарын мектеп-интернатында өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Осы мектеп табалдырығын ұстаз ретінде аттаған күннен бастап, ел ертеңі ұландардың бойына білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, шыншылдық пен қайырымдылықты, рухани байлық пен ұлттық байлықты сіңіріп, олардың тұлғалы азамат етіп қалыптасуына зор үлес қосудамын. Менің басты бағытым оқушыларымның білімдерін өмірде қолдана алатын, құзыретті оқушы болуға тәрбиелеп, жұмысымды инновациялық ғылыми тұрғыда ұйымдастырып, кәсіби маман деген атқа лайықты болу. Мұхтар Шаханов ағамыз айтқандай, бала жүрегі кішкентай күйсандық, сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Сондықтан бала бойындағы дарынды ашу кез келген адамның қолынан келмейтін іс. Қазіргі таңда мектебіміз айналасына қуат беріп, таудай қиындықтарды тастай домалатып, жетеген әлемді көркейтетін қымбатты жандар ұстаздардың арқасында ең үздік мектептердің қатарына кіреді. Осындай білім ордасында еңбек етіп, ұстаз деген асыл атауға иеленіп жүргеніме өзімді мақтан етемін. Менің жүрегімдегі мектеп Кентау қаласындағы мамандандырылған Дарын мектеп-интернаты.